жердің жан-жақты дамуына үлес қосу әрбір азаматтың парызы болуы керек. Біз Баянды ауылындағы кішкентай ғана мектептің бітіруші түлектері ауылымыздағы қара домалақ балаларға білім беруді басты мақсат етіп алдық. Осыдан 24 жыл бұрын осы мектепті тәмамдап, мұғалімдік мамандықты жаныма серік еттім. Бүгінде өзім оқыған мектепте бастауыш сынып мұғалімімін. Балалардың қолына алғаш қалам ұстатқан, әріп танытқан аяулы ұстазбын. Білім негізі бастауышта. Жас маман болсам да талабым таудай. Алдыңғы буын ұстаздардың жолын жалғап, мен де өз мектебіме мұғалім болып оралдым. Әлемді аузына қаратқан мықты әншілердің өзі ауылдан шыққан. Ендеше өз мектебінің болашақ жұлдыздарын жағу музыка пәні мұғалімі ретінде менің міндетім деп білемін. Қазір оқушылар саны біз оқыған жылдарға қарағанда бірнеше есеге артты. Балаға білім берумен қатар психологиялық қолдау мен кеңес аса қажет. Өз мектебім үшін аянбай қызмет етуге дайынмын. Өз ауылым мен мектебімнің оқушыларына дүние жүзі мен Қазақстан тарихын тереңінен түсіндіріп, мұғалімдік қызмет етіп жүрмін. Ұстаздық тәжірибемді өз туған жеріме, мектебіме таратып жүргеніме шексіз ризамын. Біз Баяндыдағы ескі мектеп ғимаратында оқыдық, одан бері біраз жыл өтті, ауыл үлкейді, сәйкесінше мұғалімдерге де сұраныс артты. Оқушы кезімнен орыс тілі пәнінен білім сайыстарына көп қатыстым. Жинаған тәжірибем осы пәннің мұғалімі болуға алып келді. Қазіргі сәтте өз мектебімізде орыс тілі мен әдебиетінен сабақ беремін. Ауыл баласының орысша еркін сөйлеуіне бар күш-жігерімді саламын. Итак, ребята, сегодня у нас 1 октября. Тема нашего урока «Я подрос». Мен мектепті жаңа ғимаратта тәмамдадым. Өмірлік жолымды ұстаздыққа бағыттап, еңбек жолымды өз мектебімнен бастауды жөн көрдім. Не дегенмен алтын ұямыз бәрінен ыстық. Бұрын осы партада отырған оқушы болсам, бүгінде осы мектепте мұғаліммін. Көздеген мақсатым орындалып, мен де ұстаздық мансабымды өз алтын ұямнан бастадым. Спорт денсаулық кепілі. Оқушылар үшін дене тәрбиесінің пәнінің де орны ерек. Мүмкін әлем мойындайтын мықты спортшылар осы спорт саладан шығатын шығар. Кім біледі? Ал олардың бойынан ұшқын байқап, шыңға жеткенше шынықтыру менің мұғалім ретіндегі басты міндетім болып саналады. Әріптестеріміз секілді біз де осы мектептің түлегіміз. Біз үшін мұғалімдік жолдың қызығы мен шыжығы енді басталды. Елдегі жағдайға байланысты қызметіміздің басы қашықтан оқумен қатар түсті. Бұл біз үшін мықты тәжірибе болмақ. Әзірге осы мектепте түлеп ұшқан ең жас маманмын, сондықтан білмейтініміз өте көп. Болашақта ұстаздарымыз бастаған жолды абыроймен атқаруға міндеттіміз. Өзіміз тәрбиелеп, білім берген шәкірттердің ішінен ұстаздық жолын таңдап, Алтын ұя мектебіне қайта оралған түлектерімізді қабылдауға әрқашанда дайынбыз. Ұстаздық жолда талмай еңбек етіп, биік шыңдарға жете берулеріне үлкен тілектестігімді білдіремін.